Егер сен бір адаммен сөзге келіп қалсаң, ол үндемей кетіп қалса, демек ол сені Аллаға тапсырады. Сенің аузыңнан шыққан сөздерге Алланың өзі жауап береді. Отбасында әкесінің басты адам екенін көріп өскен ол, болашақ отбасында да басты адам бола біледі. Қоғамда да дағдылануы оңай болады. Билігі еркекте болған үйде береке, әйелдің даусы қатты шыққан үйде береке болмайды. Әйел билеген үйден ынжық ұлдар мен көкбет қыздар шығады. Санасы төмен, талғамы таяз адам саған ашуланғанда сыйластығыңды жоққа шығарады, жақсылығыңды ұмытады. Бала ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Балам патша болсын десең, әкесін хандай күт. Тәрбиені ұмытқан, білімді де ұнатқан, ал ескертуді жек көрген санасыз надан. Ізгі әйел күйеуінің абыройын асырар, арсыз әйел күйеуінің қуатын таусар. Зұлымның сөзі қан төгер, тұзақ құрар, әділдің сөзі пәледен құтқарар. Кеуде көтеріп аш жүргеннен гөрі, адал еңбек еткен қарапайым жан игі. Жерін өңдегеннің қарны тоқ, бос қиял қуғанның ақылы жоқ. Арамза жалған сөзінен ұсталар, әділ жан пәледен аман құтылар. Ақымақтың ашуы бірден бетіне шығар, ақылды жан шеккен жәбіріне немқұрайлы қарар. Ақымақ жүрген жолын тура дер, дана жан кеңеске құлақ түрер. Егер жаманшылықты көп қылған болсаң, балаңның оқыған Құраны сені неге жеткізеді? Балаңның мал табары болады, мал шашары болады. Адамның түбіне жететін ұрлық, адамды қасиетінен айыратын өтірік, адамды ақылынан айыратын көромолшылық, адамды ағайыннан айыратын өсек, сау адамды ауру қылатын тіл мен көз. Адамның сен туралы ойын, оның қатты ашуланғанда білесің. Ол адам ашу үстінде сен туралы барлық ойын айтып салады. Кешіру оңай, бірақ бір рет көңілің қалған адамға оған деген көзқарасың бұрынғыдай болмайды. Өзгенің қателігін жазғарған оңай, өз қателігіңді мойындау қиын. Өзгені сынаған оңай, өзіңді жақсарту қиын. Өзгені ренжіткен оңай, кешірім сұрау қиын. Ойланбай сөйлеген оңай, тіліңді тартып қалу қиын. Гүлді мөлшерінен артық суарсаң шірейді, ал адамға қажетінен артық құрмет көрсетсең құтырады. Бір реніш айналаң бос көрінді, өткізгендей боласың босқа өмірді. О адамдар барлығын біле тұра, қалдырамыз қапыда дос көңілді. Бір реніш азапқа салар тағы, әжім болып маңдайда қалар табы. Бір реніш адамды шаршатады, бір шашыңды мезгілсіз ағартады. Жүзіп кетсең ашудың кемесіне, мейірімнің қалмайдау елесі де. Аяныштау шынында жүрек түгіл, балта тиген қайыңның денесі де. Біреуге шаттық, қайғы, қолымен жасап алған, біреудің бақыт жайлы ойлардан шаш ағарған. Айтасың кімге зарыңды, көкейден қуат от кетсе, бір адам сені мұңайтып,
бір адам сені қор етсе. Жаныңа медет дегенің жүрсе егер бөлек қастаса, қуаныш сыйлау орнына мұңдарға көміп тастаса. Бұ да бір сынақ адамға, көрмесін көрмей өлмейсің, татпастан өмір ашсын, тәттіге көңіл бөлмейсің. Не деген ауыр адамның жанында жаралағаны, мән бермей жүрем дегенмен тоздырар қайғы қараңы. Бұл күндер бекер түспейді-ау, шақшадай қайран басыма, бір күні кетем мұңдардан, тыныштық еріп қасыма. Басыңызға түскен барлық ауыртпашылықтардың салдарынан шыдай алмай кететін кездер болады. Бірақ ешқашан шегінбеңіз, берілмеңіз. Өйткені дәл осы кезде тағдырыңыз күрт өзгеріп кетуі мүмкін. Ашы шындықты айту үшін ғана асқан батылдық керек. Адамның сыртқы келбеті неғұрлым мінсіз көрінсе, оның ішкі дүниесі соғұрлым түтеп жатқан болуы мүмкін. Қатты қиналып, жығылғанның үстінен жұдырық жесеңіз, ештеңеге әліңіз қалмаса, дәл осы жерде берілмеңіз. Себебі бұл жарқын болашағыңызға апаратын жолдың соңғы қиындығы болуы мүмкін. Бойыңыздағы жаман ойларды, жаман әдеттердің бәрін өзіңізден босатыңыз. Сонда жақсылық сізге өзі-ақ үйір болады. Егер де біреуді мақтағыңыз келсе, мұны дереу іске асырыңыз. Ал егер сіркеңіз су көтермей біреумен ұрысқыңыз келіп тұрса, онда асықпаңыз. Бұл істі ертеңге қалдырыңыз. Мүмкін ойланарсыз, бұл істің қателік екенін түсініп жетерсіз. Дүниеде кемшіліксіз жан болмайды. Әрине өмірде жақсы адамдар көп, бірақ олардың да кейде пенделікпен қателік жасайтынын естен шығармаңыз. Өзін шынайы бақытты сезініп, өзін тапқан адам өзгенің пікіріне деген тәуелділіктен арылады. Дүниеде көпшілік адам қорқатын үш нәрсе бар. Біреуге сенім арту, шындықты айту және өзімен өзі болу. Сені біреу кері итерді екен деп, өзіңнен бас тартпа. Ақымақ бұзуға бар да, түзеуге жоқ. Ақылды деп, арлы деп, ақ бейіл деп, мақтамайды ешкімді бұл күнде көп. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Әсемпаз болма әр неге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Адамдардың назары әрдайым сізде деп ойлайтын болсаңыз, қателесесіз. Айналаңыздағы адамдар көбіне өз істеріне және өз шаруаларына қамжиды. Оларды сіздің өміріңізден бұрын өз өмірлері толғандырады. Шынайы болыңыз және осы шақта өмір сүріңіз. Сізді қолдайтын адамдармен көбірек араласыңыз. Егер сіз өзіңіз туралы жақсы зат ойласаңыз, өзгелердің өзіңіз туралы не ойлайтындарына басыңызды қатырмайсыз. Біз қателесеміз және қатені мойындаудың орнына өмір бойы өзімізді ақтаймыз. Тағдырды өзгерту үшін ойыңызды өзгертіңіз. Өзгеріс жоқ, тіпті өзгерісті қажетсінбейтін жерде ақыл өледі. Өзің түзел, сонан соң өзгені түзе. Мен бұрын бәрінің өздеріне үміттенемін деп айтатынмын.
Сонан соң бәрінің өзгеруі үшін өзімнің өзгеруім керек екенін түсіндім. Адамның қажырлы еңбегі үшін ең үлкен сый қол жеткізілген табысы емес, оның бойындағы өзгеріс. Алатын кезде алға озып, беретін кезде артқа бұғып қалатын, алғаны мен бергенін жіпке тізіп санайтын адамнан аулақ жүр. Ондай адамнан құтылудың өзі үлкен олжа. Арнама тіркеліп, өз ойыңызды жазыңыз. Жақындарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Сіздің әрбір қолдауыңыз мені шабыттандыра түседі.